Армысыздар, құрметті әріптестер, оқырмандар. Айтыскер ақын Айдақым Бұлғақовтың туғанына 65 жас толуына орай қазақтың қайталанбас ақыны тақырыбындағы әдеби кешке қош келіпсіздер. Айдақым Бұлғақов 1960 жылы Талдықорған облысы Панфилов ауданы Үшарал ауылында туған. 1977 жылы Үшарал қазақ орта мектебін, 1996 жылдары Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университетінің педагогика психология факультетін бітірді. 1978-1990 жылдары ауданда шопан болды. 1990-96 жылдары Талдықорған облысы қазақ тілі қоғамында тіл комитетінде, 1996-97 жылдары телерадио компаниясында қызметтер атқарды. Айтыскер ретінде алғаш 1986 жылы қазақ радиосының ұшқын бағдарламасы ұйымдастырған әуе толқыны айтысына қатысып жеңімпаз болды.